Құрметті әріптестер, қадірлі ұстаздар, ата-аналар мен оқушылар. Бүгін Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі 8 мыңнан астам мектеп 4 миллион оқушыға өз есігін айқара ашады. Оның ішінде бірінші сыныпқа 360 мыңнан астам бала келеді. Оқушылар мен олардың ата-аналарын осы маңызды күнмен шын жүректен құттықтаймын. Өткен оқу жылы ұстаздарымыз бен оқушыларымыз үшін толағай табыстарға толы болды. Ел мектептерінде еңбек етіп жүрген 600 мыңға жуық мұғалімдердің тынымсыз еңбегінің арқасында біз биік белестерді бағындырдық. Қазақстандық оқушылар халықаралық білім сайыстарында 1000-нан аса медаль иеленді. Оның ішінде 193 алтын бар. Әрбір екінші қатысушы елге жеңіспен оралды. Бұл отандық білім берудің бәсекеге қабілеттілігінің жарқын дәлелі әрі ұстаздарымыздың қажырлы еңбегінің жемісі. Мемлекет басшысы республикалық тамыз конференциясында педагогтердің қоғамдағы рөлі мен мәртебесіне айрықша тоқталды. Бұл қағида бүкіл қоғам үшін негізгі бағдар болуы тиіс. Балалардың сапалы білім мен тәлімді тәрбие алу үшін мемлекет барынша қолайлы жағдай жасап келеді. Президенттің қолдауының арқасында елімізде 3 мыңға жуық мектеп бір ауысымда білім береді. Бүгінгі таңда 232 жаңа мектептің құрылысы жүріп жатыр. Тағы 245 ғимарат реновациядан өтуде. Нәтижесінде 500 миллионнан астам қазақстандық оқушы осы жылдан бастап заманауи әрі жайлы мектептерде білім алмақ. 1 қыркүйектен бастап барлық білім беру ұйымдарында адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы және дос болайық антибуллингтік жобасы іске қосылады. Сондай-ақ кезең-кезеңмен мектептерге бірыңғай дизайн код енгізіледі. Барлық мектептерде жасанды интеллектінің жаппай енгізуі қадам-қадаммен іске асырыла бастайды. Жұмысшы мамандықтарын таңдаған студенттердің барлығы колледждерде тегін білім алады. Отандық 5 колледж жетекші кәсіпорындармен және әлемдік білім беру орталықтарымен бірлесіп жұмыс істей бастайды. Бізді алда маңызды оқиғалар күтіп тұр. Алматы қаласында бүкіл әлемдік инклюзия конгресі, Ақтауда Turkskills түркі әлемі елдерінің жұмысшы мамандықтарының чемпионаты өтеді. Сондай-ақ елімізде ата-аналар комитетінің алғашқы республикалық форумы ұйымдастырылады. Қадірлі әріптестер, ардақты ата-аналар мен оқушылар, жаңа оқу жылын біз үлкен жоспарлармен, үкілі үмітпен бастап отырмыз. Сіздердің әрқайсыңыз еліміздің болашағы үшін өлшеусіз үлес қосып келесіздер. Биылғы оқу жылы оқушыларымыз бен ұстаздарымызды жаңа биіктерді бағындыруға шабыттандыратын жетістіктер мен жеңістерге толы болсын деп тілеймін. Білім күні құтты болсын.